Баршаңызға сәлем. Бұл видеода сіздерге Түркия және түрік мәдениеті туралы, Түркияның қалалары туралы және тағы басқа өте керемет мәліметтер алуға болатын бір сайтты таныстырмақпын. Бұл қандай сайт? Kültür порталы. Googleға кіріп, Kültür порталы деп жазасыздар. Одан кейін мына бірінші шыққан Түркия Kültür порталы деген сайтқа кіресіздер. Бұл жерде не бар? Былай қарай төменге түссеңіздер, мына жерде сізге әртүрлі мәліметтер шығады. Мысалы, археология және тарих, тіл және әдебиет, іс-шаралар, кезілежек саяхаттауға, қыдыруға, аралауға болатын жерлер, қалаларға байланысты, мұражайларға байланысты мәліметтер. Одан кейін геленексел мутфак, жалпы Түркияның тағамдары туралы, халық күлтүрі, күлтүрел мирасымыз, мәдени мұраларымыз, өнер және тағы басқа. Төменге түсетін болсақ, бұл жерде де мысалы Түркияның картасы бар. Білесіздер, Түркия 7 аймаққа бөлінеді. Мысалы, Мармара бөлгесі, Мармара аймағы, Мармара бөлгесінде қай қалалары бар Түркияның? Одан бөлек міне Карадениз бөлгесі, Doğu Anadolu бөлгесі, Güneydoğu Anadolu бөлгесі, İç Anadolu бөлгесі, Akdeniz бөлгесі және Ege бөлгесі. Түркия ярым ада, яғни жартылай арал деп аталады. Себебі Түркияның 3 жағы теңіздермен қоршалған. Егер 4 жағында да теңізбен қоршалып судың ортасында болса, оны арал деп айтатын едік. 3 жағы теңіздермен қоршалғандықтан ярым ада деп айтылады. Және Түркияның сол 7 аймағының 4-еуі осы теңіздермен байланысты. Мысалы, солтүстігінде Қара теңіз бар, Карадениз бөлгесі. Солтүстік батысында Мармара теңізі бар, Мәрмәр теңізі, Мармара бөлгесі. Оңтүстік оңтүстік батысында не бар? Еге теңізі бар, Еге бөлгесі. Оңтүстігінде Ақтеңіз бар, Ақтеңіз бөлгесі. Мынау шығысын Doğu Anadolu деп айтамыз, оңтүстік шығысын Güneydoğu Anadolu деп айтамыз, және орталық Анадолу бөлгесі. Осылай İç Anadolu бөлгесі. Осылайша Түркия міне 7 аймаққа бөлінеді. Әрқайсысын басып, қай аймақта қандай қалалар бар екенін көруіңізге болады. Және бұл қалаларға да мына жерден кіріп, картадан көре аласыз, ол жерде не бар, не жоғын. Мына жерде де әртүрлі мәліметтер. Бірақ менің бұл сайтта сіздерге айтқым, көрсеткім келген нәрсе, ол міне мұнда. Біріншісі, Түркияның қалалары туралы білгіңіз келсе, иллері өзел дегенге басып, соның ішінен көресіз. Қазір оны жеке ашып көрсетеміз. Одан кейін геленексел мутфак, мысалыға, сосын барып кезілежек ерлер, туризм активителері, kültürel мирасларымыз, саят хатырасы. Мен осы Kültür порталы сайтын өзімнің сабақтарымда болсын, жалпы сабаққа қатысты материалдар дайындаған кезде болсын, Түркияға байланысты бір нәрсе үйренгім келсе, немесе біреуге көрсеткім келген кезде осы сайтты көп пайдаланамын, қолданамын. Түркше білетіндерге, жалпы сіздерге де бұл сайтты пайдалануға, тым болмаса кіріп, осының ішіндегі мына жерде көрсетілгендер арқылы Түркияны жақыннан тануға кеңес беремін. Ал ары қарай жалғастырайық. Иллері өзел. Ил дегеніміз, яғни Түркияда қалаларды айтамыз. Түркияда 81 үлкен қала бар. Ил сешіңіз, яғни қаланы таңдаңыз. Мына жерге бассаңыз, міне бүкіл қалалар шығады, Түркияның қалалары, жаңағы айтқан 81 қала. Соның ішінен кез келген бір қаланы таңдайық. Мысалы, Анкара, Түркияның астанасы. Анкараға бастыңыз, сізге осындай парақша ашылады. Тарихче, тарихы. Бұл жерде Анкараның тарихына байланысты мәлімет бар. Осы жерден Анкараның тарих туралы мәлімет ала аласыздар, оқуларыңызға болады. Гизле диyelim. Одан кейін кезілежек ерлер. Анкараға барсаңыз,
қай жерлерге саяхаттауыңызға, нені көруіңізге болады? Бұл жерде әрине Анкараның барлық аудандарындағы, қаланың ортасындағы, қаланың шетіндегі бүкіл туристік аймақтар, туристік нысандар бар. Түзме десеңіз бәрі шығады, соны көруіңізге болады. Одан кейін саят хатырасы. Анкараға барсаңыз, немесе Анкараның қандай да бір ауылына, бір ауданына барсаңыз, ол жерден өзіңізбен сол жерден естелікке не алып кетуіңізге болады. Мысалы, Чубук деген ауданына барсаңыз, Чубук долма керек туршысы. Аяшқа барсаңыз, Аяштан аяш тестісі. Бей пазарына барсаңыз, cevizli pekmez sucuğu, бей пазары баклавасы деген сияқты. Анкарадан және Анкараның әртүрлі ауыл аудандарының естелікке не алып кетуге болады, соларды осы жерден көре аласыз. Одан бөлек gelenексel mutfak. Бізде Қазақстанда өзіміздің қазақтың ұлттық тағамдарының өзі санаулы, аса бір көп емес. Бірақ Түркияның асханасы жалпы өте бай, мұны барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Және Түркияда әр қаланың өзінің, сол қалаға барсаңыз міндетті түрде жеуіңіз керек, дәмін көруіңіз керек. Сол қалаға тиесілі, сол қалаға тән тағамдары бар. Тәттілері бар, сорпалары бар, тамақтары бар, салаттары бар деген сияқты. Gelenексel mutfak, яғни Анкараға барсаңыз, Анкара несімен танымал, қандай тағамдарды, тіпті Анкараның қай ауыл, қай ауданында нені жеу керек, міне осы жерден көре аласыз. Туризм активителері, туристік іс-шаралар. Анкарада не істеуге болады? Мысалы, шаңғы тебуге болады, немесе Налыхан құс жәннетіне барып, құстарды осы жерден бақылауыңызға, көруіңізге болады. Дәл осылай міне 81 қаланың барлығын мына жерден ашып қарайтын болсаңыз, барлығында осындай мәліметтер бар. Біздің қазақстандықтар ең көп қайда барады? Мысалға, Анталияға барады. Анталияны басамыз. Бұл жерден дәл осы Анкарадағы секілді Анталияға қатысты мәліметтер шығады. Мысалы, тарихы. Анталияның тарихына қатысты міне осындай мәлімет бар. Мұны оқып танысуыңызға болады. Бұл мәліметтер әзірге бізге керек емес, сондықтан gizli. Gizli демек жасыр деген сөз ғой. Gezilecek yerler. Не бар екенін түзме деп басамыз, бізге барлығын міне шығарып береді. 81 туристік нысан бар екен. Анталия қаласының жалпы орталығында, аймақ айналасында деген сияқты. Анталияға барып жатсаңыз, міне тек қана бір қонақ үйде, немесе тек қана Анталияның орталығында, немесе бір ғана ауданында емес, осы сайттан көріп, Анталияда мынандай жерлер бар екен деп, не болмаса Түркияның кез келген қаласына барған кезде осы сайт арқылы ол жерде не бар екенін танып білуіңізге, көруіңізге болады. Gezilecek yerler, саят хатырасы, Анталиядан естелікке не алып кетуге болады, және Анталияға барған кезде не жеуіміз керек міндетті түрде. Өйткені әр қаланың бұл өзіне тән тағамының бір ерекшелігі бар. Сол тағаммен ерекшеленеді. Барғаннан кейін соны татып, яғни дәмін татып жеп көру керек. Және турист ретінде немен айналысуға болады Анталияда, қандай шаралар бар, қандай іс-шаралар болады деген сияқты міне солардың барлығын көре аласыздар. Yeni yıl özel konseri, мысалға 26 желтоқсан күні сағат 8:30-да, 8:30-нан 10-ға дейінгі аралықта осындай бір жаңа жылға арналған арнайы концерттік бағдарлама бар екен, және тағы басқалары. Бұл көріп тұрғандарыңыздай жаңаланып тұрады. Яғни жаңалықтар сайтқа енгізіліп тұрады. Мысалы, жақын күндері, алдағы 4-5 күннен кейін болатын іс-шаралар, осы жаңа жыл қарсаңында болатын іс-шараларды осы жерден көре аласыз. Бұл әрине барлық қалаларда бар деп айта алмаймын, бірақ Анталия бойынша осыны енгізіп қойыпты. Ары қарай жалғастырайық. Gelenексel mutfak. Жаңа айттық, Түркияның асханасы өте бай дедік. Соның ішінде
қандай тағамдар, қандай салаттар, қандай тәттілер, қандай сорпалар бар. Соның барлығын осы жерден көруіңізге болады. Төменге түсетін болсақ, міне көріп тұрсыздар, жалпы 1923 тағам енгізіліпті осы сайтқа. 1923 тағам. Бұның ішінде салаты да бар, тәттісі де бар, тамағы да бар, сорпасы да бар, және тағы басқалары бар. Осы жерден өзіңізге не ұнайды, соны ашып, мысалға Газиантептің лахмажуны, Газиантеп лахмажуны аштыңыз. Қандай не керек бұл тағамды жасау үшін, қалай жасалады, соның барлығы мына жерде түркше түсіндірілген. Одан бөлек соңында бұл қай аймақтың тағамы, ол туралы мәліметтер де бар. Қандай салат істеймін, қандай тәтті істеймін, қандай тамақ істеймін, бүгін кешке не істесем болады дейтін болсаңыз, Kültür порталына кіріп, осы жерден 1923 тағамның арасынан біреуін таңдап жасауыңызға болады. Мысалы, осы жерден таңдадыңыз, қарадыңыз, көрдіңіз. Егер осында жазылғаны түсініксіздеу болып жатса, бұның қалай жасалатынын әрине сіз оны YouTube'дан да соның видео ретінде түсіндірмесін көріп, содан жасауыңызға болады. Көріп тұрғандарыңыздай, өте көп тағам түрі бар, салат түрі бар, сорпа түрі бар, тағы басқалары бар, тәттілері бар. Яғни түрк елінің, Түркияның асханасының өте бай екенінің көрінісі, және бұны түрік бауырларымыз осындай сайт арқылы өзінің мәдениетін, өзінің дәстүрін, өзінің тарихын, өзінің елін өте керемет танытып отыр. Ал ары қарай жалғастырайық. Кезелешек жерлер, Түркияда саяхаттауға, қыдыруға, аралауға болатын жерлер. Жалпы жаңағы айтқан әр қаладағының барлығын осы жерге топтастырған 3393 нысан енгізіліпті мына сайтқа. Мысалы, Едигөллер Milli Parkı, Мысалы, Едигөллер Milli Parkı ашайық. Едигөллер нереде? Едигөллер қай жерде? Сол туралы мәлімет бар, оның не екендігі туралы, 7 көлдің атаулары. Едигөл демек 7 көл деген сөз. Суреттері, осы парктың, саябақтың суреттері. Бұл қай жерде екен? Бұл Болудаки кезілежек жерлер. Мысалы, одан басқа қандай парктер бар, саябақтар бар, қандай қыдыратын, аралайтын, саяхаттайтын жерлер бар, көрулеріңізге болады. Келесі туризм активителері, жүздейік. Туристер Түркияда қандай туристік шараларға қатыса алады, не істей алады, соның барлығын мына жерден көруіңізге болады. Сізге не ұнайды? Түркияға бармай тұрып, осы сайтты бір қарап шықсаңыз, соған қарай қай қалаға баратыныңызды таңдасаңыз болады. Біз әрине үйреніп қалғанбыз. Қайда бару керек? Стамбулға. Қайда бару керек? Анталияға, Бодрумға, Мармариске, Аланияға, не болмаса Измирге деген сияқты белгілі бір қалаларды ғана білеміз, естігенбіз. Және Түркияға баратын болсақ, сол қалаларға ғана барамыз. Ал бірақ Түркияның мысалы әсіресе Карадениз бөлгесі, жаңағы солтүстік Қара теңіздің жағалауындағы қалалар да өте әдемі. Ол жерде де өте тарихи нысандар, тарихи орындар өте көп. Мысалға Трабзонды алайық. Трабзон қаласында сіз баруға, көруге, аралауға болатын нысандар 29 нысан беріліпті. Трабзон қалесі, Трабзон қамалы,
Трабзонның табиғаты өте әдемі. Трабзонға барсаңыз болады, Ризеге барсаңыз болады, тағы басқа Қара теңіз жағалауындағы қалалардың бірнешеуін бірге араласаңыз, саяхаттасаңыз болады. Күлтурал мирасымыз, яғни мәдени мұрамыз, бұл жерде де материалдық емес мәдени мұра, жалпы әлемдік деңгейдегі Түркияның мәдени мұралары және тағы басқа ескерткіштер, солардың тізімдері берілген. Осы сайт арқылы олармен де жақын танысуыңызға болады. Саят атырасы, яғни саяхаттаған қалаңыздан не алып кетуге болады? Естелікке, сыйлыққа қандай заттар бар? Міне 575 зат енгізіліпті. Жүздейік. Міне тағамнан бастап әртүрлі кәдесыйларға дейін қаншама нәрсені осылай енгізіп қойған. Мысалы, Қазанға барсаңыз қауын алу керек, басқа жерге барсаңыз алма алу керек, пышақ алу керек, шие алу керек деген сияқты неше түрлі заттарды міне осында енгізіп қойған. Және бұл видеоны дайындаудағы менің негізгі мақсатым бізде де осылай етіп жасалса деген бір ниетім, бір арманым бар. Неге біздің әкімдіктегілер, неге біздің әр қаланың осы туризм басқармасындағы адамдар, осы Түркия болсын, әлемдегі басқа елдердің туризмі дамыған, мүмкін Грекия болар, мүмкін Грузия болар, және тағы басқа елдердің, осы туризм саласы дамыған елдердің осындай жақсы дүниелерін көріп, сол нәрсені өзіміздің елге алып келіп, осындай нәрселерді жасамасқа. Біздің Қазақстанда да өте тамаша табиғат, өте керемет тарихи нысандар, жақсы дүниелер көп. Соларды осындай етіп, керемет бір сайт жасап, соның ішіне енгізіп қоятын болса, туристерден бұрын бірінші өзіміздің адамдарымыз, өзіміздің Қазақстанның азаматтары, халқымыз, елімізді жақыннан танитын еді. Мен бұл сайтты бірнеше жылдан бері қолданамын. Және осы жерден Түркияға байланысты өте көп мәлімет алдым, көп нәрсе үйрендім, көрдім, білдім. Сол осы нәрселерді сіздер де көрсеңіздер, білсеңіздер деймін. Осындай жақсы бір дүниенің бар екенін біле жүріңіздер, бөлісе жүріңіздер. Видео сіздерге пайдалы болса, бөлісе отырыңыздар басқалармен. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.